бар, білмейтіндер бар. Негізі мен Астанада бұрын тұрғам. Осы жақта 7 ма 8 мектепте оқығам. Кәдімгі күнде каждый жыл сайын көшетіміз мама әкеміз. Онша емес условияларда тұрдық енді сөздің ашығы. Қазір ғой біз кішкене шалқып жүргенбіз. Соған бір кішкене бір обзор істесем ба, қызық па негізі, салсам қайтадан дұрыстап тұрып досконально қай жерде оқыдым, қай мектепте оқыдым, или оны түсірем дегенше кішкене қатты қаламыз ба. Достар, сендер білесіңдер, Валаяда Гейтсов. В общем, мына кісі мен жаңа сторисімнен көріпті да. Сосын резко артыма қарай қалды да. Ей дейді ғой, короче, сумкадан танып қойған ғой, короче. Қалай болды? Енді қалай болғанда кеше стористі қарап отырдым да сумкаңызды. И жаңағы духиіңізбен амуаз. И сол түседі ғой, короче. И бүгін қарасам не сіз отырсыз ғой қасымда. В общем, сонда еще где-то құдай берем десе қасыңа отырсыз қояды екен ғой дейді. Атыңыз кім? Гамзат бұл есім. Гамзат деген кісі, в общем. Астанадамыз әлі. Что делаешь в Астане деген адамдарға міне. Осындай отыр жағдай. Павлин ба? Қалай емес. Кеттік. Қолын талмағын. Ал дос, айт, Астанада қай жерге барсақ болады? Қай жаққа барғың келіп тұр? Білмеймін. Кеттік қой. Қай жаққа барасың, сол жаққа кеттік. Жатам. Ассалаумағалейкум, баршаға қайырлы кеш достар. Енді бір кеш етіп ішіп пысып демалыста бір шығып едім, аяқта қарасам Бекзат жүр осы. Бекзатты да көріп. Ассалаумағалейкум. Ей, өзім іздеп келмесем бұлар іздемейді, короче. Ақпар алып ертіп алады да бұлар. Көрісіп қалдық өсін. Кино көреміз дейді. Қандай кино көреміз дейді? Байгайстан дейді ма рөлі? Қазақ әлемі дейді. Көреміз достар, есін что айтамыз.